Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін біздің студиямыздың қонақтары бокстың әлем чемпионы, 3 дүркін Азия чемпионы Айбек Оралбай және оның жеке бапкері Асқар Еркебаев. Қош келдіңіздер, мырзалар. Қош көрдік аға. Мынау енді Азия чемпионатынан келіп, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, бәріміз қазақ елі қуанып жатыр әрине. Енді мынау бапкер мен шәкірт дәл осы бірдей студияда осы жерде кездесіп, бірден уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге өте біз қуаныштымыз. Жалпы осы тандем, осы Айбек және Нұрбек Оралбаймен танысқан кезіңізден бастап ойымызды осы жерден бастасақ. Ал Асеке, өзіңіз бастасаңыз. Шақырғаныңызға рахмет. Бізде сізге келуімізге де қуаныштымыз, сізді көруімізге де қуаныштымыз. Енді ол кезде танысқанымыз, жұмыс жолымызды бастаған сәтін есімізге алып отырсақ, ол 2009 жылға оралу керек. Осы Астана қаласы, Ташынов атамыздың атынан берген көшесінің үстінде Алатау деген керемет спорт кешені әлі де бар. Сол кезде мен 2009 жылы жұмысқа орналасқам. Енді орналасып жаттың ба? Иә, енді ол жұмысқа кірдім. БЖСМ номер 3 деген Астана қаласының балалар жасөспірім спорт мектебіне. Наурыз айында кірдім жұмысқа. Күзде келді. Әкесі о кезде бұлар негізі 3 ағайынды болып келді. Тағы да бұлар жалпы Оралбай 4 ағайындылар. Қазір кенжесі тоже ағаларының ізін басып. Ол да боксшы. Ол да боксшы болды. Үшінші інісі Айбектің Азамат. Ол негізі өте керемет үміт арттыратын, мықты спортшы болатын. Бұл кездесу кездейсоқ болды ма, әлде бұл әкесі тағдыр сияқты? Онда басынан бастасақ, онда әкесінен бастайық. Менің ағам, Рахат ағам. Ол кісі өзі еркін күрестің шебері. Өзі бізде Жамбыл облысында Айшебеби ауылының тумалары бұлар. Мен Жамбыл облысынан Шу ауданының тумасымын. Бірақ та бәріміз енді осы Астана болған соң осы жерге әр қазақ елінің жасы Астанаға ұмтылғаны ол дұрыс деп ойлаймын. Біз де солай өмірде өзіміздің орнымызды іздеп келгенбіз кезінде 2008 жылы. 2009-да жұмысқа кірдік. Содан кейін Рахат ағамды көрдім. Рахат ағам ұлдарын алып келіп, өзі жоқ, мүлдем танымаймын. Алғашқы көруім, жалпы неге мен осы жігіттерді екі себеп болды да, бұл жігіттермен жұмыс істеуіме. Ол біріншіден әкелерін көрдім. Ол Рахат ағамыз өзі еркін күрестің шебері, мықты, балуан кісі. Сол кезде 36-да екен. Яғни осындай азаматтардың ұлдарын әкеп тұрған кезде мен көрдім да, түсіндім да, осы кісінің ұрпағы батыр болып өсетініне кәміл сендім. Ағамыз денелі, бойшан, сондай қысқа прическамен спортсмен болып тұр да, әлі күнге шейін сондай жүреді ғой ағамыз. Енді Айбек пен Нұрбек бала ғой, кішкентай. Олар кішкентай, өскен жоқ. Айбек 32 килограмм, Нұрбек 30 килограмм болып келген. Жасымыз 9-да. Бірінші жарысы 34 килограммда балдар ғой енді. 9 жасар балдар. Тағы да қастарында кішкентай Азамат інілері бар, 3 бала болып келген. Ол 7-те. Ол 7 жасар о кезде. Сол ағам келді да сөйлесе бастадық. Соң кейін екінші ключевой себеп болғанда мен сұрадым да, балдарыңыз қай сыныптарда оқиды, мектепте оқиды, қандай сыныптарда оқиды? Ол балдарым, ұлдарым дей берді да. Сосын қандай сыныптарда оқиды десем, сол кезде екеуі де бір сыныпта оқиды. 3 оқисыңдар о кезде? 2 оқимыз. 2 ма, 3 па? 2-ші класс. 2-ші класс. Екеуі де 2 оқиды дейді да. Неге олар екеуі бір сыныпта оқиды деп. Сөйтсем, менің балдарым егіз ғой дейді да, вот сол кезде бір вспышка болып қалды менде. Потому что білмеймін, өзім құмарлығым болатын да егіздерге. Спортта егіз ағайындыларды білеміз, жалпы ағайындыларды білеміз, бокста болсын, спортта болсын. Бокста көп бізде. Бұл өзің алғашқы тәжірибе ғой. Иә,
менде ол болды. егіздермен алғашқы емес, менде егіздермен болған, иә? осы жалғыз түрде бір тәжірибе ғой менде. Осы Айбек Нұрбек болды. Басқа егіздермен жұмыс істемегем. Бәлкім жұмыс істемейтін де шығармын. Айбек, неге Рахат аға осы боксы таңдап алдың? Енді өзі балуан болса. Жоқ, мен соны бітірген жоқпын ғой. Иә. Бола ма мен айтып өтсем? Жоқ, ойын білейік те, ары қарай жалғастырамыздан кейін, иә. Негізі әкеміз енді күресші болғандықтан негізі біз кішкентай кезімізде 3-4 жасымызда Айшабөбе қаласында біздің әкеміз тренер болатын ол кезде. Бізді апаратын тренировкасына біз Нұрбек екеуміз қарап көріп отыратынбыз, өзіміз алысатынбыз коверда. Негізі әкеміз күресші қылған қалаған бізді. Бізді борец болып әкеміздің жетпеген жеңістеріне біз жеткенін қалады. Сондықтан біз басында негізі күрес іздеп жүрдік. Сол спорт комплексқа да негізі кірген кезде күрес іздеп кірдік. Ол жерде бокс деген ойымызда да болмады. Сондықтан кіріп қарап жүрген кезде ағай шығып қалды сол кезде. Ағайымыз шығып қалды. Ол кезде біз ағайды көрмедік, біздің әкеміз көрді. Әкеміздің айтуынша бойынша сұрапты, күрес залы бар ма бұл жерде? Ағайымыз Асқар ағай айтты, жоқ, бұл жерде күрес жоқ. Күресті қайтесіңдер, боксқа келіңдер деген шығар. Бұл жерде егіз дегенді естіген кезде сол кісіні айттым да, аға маған беріңізші деп. Бірден ба? Күресті қайтесіз, боксқа алып кетейін деп. Егіз екен. Уақытша деп айтты бізге де, негізі әкеміз уақытша енді боксқа бара тұрыңдар, жай жатып қалыңдар үйде деп. Уақытша деген нәрсе қазір енді біздің өміріміз болып кетті бокс. 2009-да қосылған, ағаймен қосылғанбыз, әлі күнге дейін біргеміз. Әлі бұйырса да осы бокстағы өмірдегі миссиямыз бірге өту. Өйткені бізді тағдыр қосты. Сондықтан бұйырса әлі жетпеген жетістіктеріміз бар. Олимпиаданың медалі, олимпиаданың алтыны жетіспейді. Ағайда сол кезде ең бірінші көрген кезде осы егіздерді олимпиада чемпионын шығару деп армандаған. Сондықтан ағайымыздың үйдегі ата-анамыздың қазақ елінің армандаған солардың қуанышына, соларды қуантуға барымыз салып еңбек етудеміз. Асеке, жаңа ойды жалғастырсақ, енді бұл сонда тарихи кездесу болып тұр ғой сонда, иә? Тағдырдың жазуымен бұл сол Рахат аға екеумізге керек болып тұрды да. Негізі енді былай іштей бүйтіп мақсат қояды ғой, еркек деген мақсат қояды. Ұйқыға жатса да, ұйқыдан тұрса да бір нәрсені ойлап, енді мен осы елордаға келдім, осы жерден енді аяққа тұру керекпін, өмірде өз орнымды табу керекпін дегендей. Енді Рахат аға мен Гүлнар жеңгеме келсек, олар енді вообще батыр кісілер, солар нағыз батырлар деп ойлаймын да. Өйткені 3 баласы бар. Аллаға шүкір, иә. Бұл жерде Астанада былай қарасаң ешкім күткен адамдар жоқ, көмектескен адамдар жоқ, өздері келді. Талпынып, иә. Аяқтанды, осы балдарды әйтеуір осы ұлдардың болашағы үшін келген кісілер ғой. Айбек, енді өзің дәл осы жаңағы Алатау спорт кешеніне әкелерің ертіп келді. Сол жердегі алғашқы сәттеріңді есіңе алсаң. Енді ол 2009 жылы біз ол кезде 9 жасар баламыз, әлі көз алдымызда. Біз әкеміз негізі күресші. Біз кішкентай Нұрбек екеуміз 3-4 жасымыздан әкеміз тренер болатын. Ол кезде Тараз қаласында Айшабөбе ауылында тренер болатын. Сол кезде біз алып барып залға көрсетіп, сол біз коверда күресіп, алысып жүретінбіз Нұрбек екеуміз бір-бірімізбен. Енді әкеміз бізді күресші болған қалады. Бұл кездейсоқ болды. Бокста біздің ойымызда да болмады. Бокста жүреміз, боксер боламыз деген нәрсе. Енді бұл жерде тағдыр деп айтсам болады. Өйткені біз Алатау спорт комплексіне келіп қалып, Асқар ағайды көріп, әкеміз Асқар ағаймен бір сұхбаттасып айтып, сол жерде біз күрес залын іздеп жүрміз. Бұл жерде күрес залы бар ма деген кезде Асқар ағай өзі жауап беріп, ары қарай бізді егіз екеумізді көріп, бізден бір нәрсені көрді ма, сезді ма ағай, сол жерде біздің әкемізді көндіріп, уақытша бокста жүре тұрсын деп, енді бокс уақытша емес, біздің өміріміз болып кетті. Осы жерде енді қалай көндірдіңіз, Асеке? Көндірген кезде ол жерде ешқандай құпия, ешқандай еш нәрсе болған жоқ. Бір сиқырлы бір нәрсе. Бірақ сөз тегін де. Бәрі тегін деді. Бәрі тегін деді ме? Осы жігіттер чемпион болуына сенем аға, тегін қатсын, інілерім екен, жерлеспіз. Мен сіздің інішегіңіз болам, бұл балалар менің інілерім. Жүре берсін. Одан кейін көрес. Бақа тегін жүре берсін дедім. Одан кейін көрес.
күресті қаласаңыз күреске в любой момент ауысады балдар деп. А бірақ та 1-2 айдан кейін бұл балдарды күрес залына емес ешқай жаққа уже жібере алмайтынымды сездім. Тіпті былай жұмысқа осы балдар үшін келе бастадық қой. Сонда менің айтуым бұл жаңағы әрине кездейсоқ емес қой, тағдыр, бірақ сонда бұл балаларды болашағын тани білген қасиет болып тұр ғой сізде. Өйткені жаңа қасиет білмеймін, интуиция дейді ғой. Бір сездірді бірақ та маған. Асқарға да сезім болады. Біз қазір де мысалы балаға қарайды, бір қараған кезде айтып шығады да. Бұл баладан бір нәрсе шығады деп, или қиындау, бір жер осы жерде дұрыс емес деп. Тренермен ақылдасады. Мысалы, қателесудің де мүмкін ғой мысалы. Бірақ өмірде көріп, екі ағайынды бала келіп отыр алдыңда. Бір қарағанда таңдау жасап, күрестен баяғы боксқа ауыстырып алдың. Жоқ, сол енді айтайын деп отқаным бір андай сездіреді Алла тағалам ше. Бұл балдар бір мезгілде айтып отырмын ғой, мен жұмысқа осылар үшін келе бастадым. Келем, бұлар жоқ болса, болды ғой, настроение жоқ, қалғандар бәрі футбол ойнап кетеді, бокс емес футбол ойнап кетеді бәрі. Доп бере саласың, андай бір нашар физруктар бар ғой, солар сияқты. Мысал айтып берейін. Біз сол бір жыл барып жүрдік, біз ағай бір айдан кейін чуға алып кеткен жарысқа мені. Енді біз бір жылдан кейін біздің мектепте енді футболға қызығатынбыз, футболға балдарымыз бәріміз футбол ойнаймыз класстастармен. Біз сосын бір жылдары бармай қойдық боксқа. Бір 2-3 ай бармай қойдық. Футболға кетіп қалдық. Футболда кәдімгідей залға барып, тренермен тренировка істеп жүрдік. Сол кезде Асқар ағай біздің әкеміздің несін, маманың жұмысын бәрін жазып алған, қай мектепте жұмыс істейді. Сендердің мектептерін жазған. Иә, мектепте. Сендердің мектептерін жазған. Сөйтіп мектептерін іздеп барған ғой бұларды. Біз іздеп келдік та. Шу қаңтар айында, қақаған аяз кезде. Мектепке кіріп маманы көргенсе бірінші, біздің анамызда. Біздің анамыз мектепте ол кезде бірінші адамнан сұраймын ғой. Иә. Бірінші адамнан сұраймын, бір кездесем де, бірінші адамнан осындай сынып, осындай балдарды іздеп жүрмін, қалай тапсам болады десем, сол кісі күліп, сонда қалай кетіп қалған? Айтпай кетіп қалды ма? Асқарсың ба дейді ғой. Иә, жоқ, просто бұлар әшейін келмей қойған ғой, болды. Таппай қалды да, біз келмей қойдық. Біз футболға кетіп қалғанбыз ғой енді. Ол кезде енді Астанада көлік жоқ бізде. Бәрімізде тұрақты өзіміздің баспанамыз жоқ ол кезде. Көшіп жүреміз бәріміз. Зал алыстап кетеді. Сол кезде балдар бару қыстың күні айтып жатырмын ғой. Қақаған аязда келулері қиын болып кеткен. Сол кезде бұлар келмей қойған, мектепте футбол үйірмесі ашылыпты. Футболға бұлар бала кезінен керемет құмар. Негізі Айбек пен Нұрбек қандай спорт түрі бар, сол любой спортынан нәтиже көрсететін сондай жігіттер. Футболдан да мықты нәтиже көрсететін. Кезелген спорттан, иә? Бұлар қандай спортта дарынды балдар ғой. И сөйтіп бардында и осы балдарды ең бірінші адам көрдім. Үлкен кісі екен, бардында амандасып сұрап едім. Сол жеңгеміз күліп жіберді да, сен Асқарсың ба дейді. Мен Асқармын. Анасы ғой. Сөйтсем анасына жолығыппын ғой. Бұл жігіттердің анасына жолығыппын. Жеңгеміз ол кезде сол мектепте жұмыс істейді екен. Сөйтіп ағам екеуі үйде сөйлескен болар. Мына жігіт осыншама қыста іздеп келіп жүр балдарымызды. Бұл действительно үміт артып жүр екен, қой ұят болады, барсын деді да. Содан үзбей келіп жүрді. Сосын үзбей келіп жүрді де, 6-шы сынып бітірген соң, мен өзім Қажымұқан спорт мектебі интернат колледжіне жұмысқа кірдім. Жаттықтырушы болып, біздің республиканский. Сол жерде жұмыс істеп отырдым да, бұларды 7-ші сыныпқа өзіме алғым келді, спортта дарынды болған соң. Бірақ енді қалай екен білмеймін, түсе алмай қалды ол кезде. Набор аз болып қалды ма, орын болмай қалды да, екі ағайынды шәкірттерім түсе алмай қалды. И сол кезде әкесі айтты, бұлар вообще неге көшіп кеткен? Лесной поляна ма? Қосшыға көшіп кеткен. Енді мен Асқар қиын болады бұларды тасып жүру. Мен екі жұмыста істеген ағамыз ол кезде. Уақыт жоқ деп. Содан кейін біз, бірақ та мен сездім да, бұл балдар спорттан кетпеу керек екенін. Ол кезде уже енді действительно үмітімді уже ақтап келатқан кездері. И мен бұлар спорттан
шығып кетпеу амалында біз бұларды Степногорск қаласында тоже Ақмола облысының спорт мектеп интернатына бердік. Ол кезде Мағзұм ағайымыз бар, Арман деген досым бар, тренерлер. Солармен звондап, орын бар ма? Ол жерде областнойда орын бар екен. Мына республиканскийға орын жоқ болып қалды да, областнойға түсіріп жібердік бұларды. Бұлар сонымен 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып 3 жыл сол жерде оқыды. И содан кейін қайтып келді. Қалай жалпы Степногорсктағы оқу туралы айтып берсең, бәріне қызық, аз айтады екенбіз біз ол туралы. Енді негізі біз 6 класстан кейін біздің үйдегілер сол Астанадағы Қажымұқан интернатына түсіргісі келді. Жасыратын ештеңе жоқ. Біздің мама бана ағай көріп қалды ғой мектепте. Сол кезде біз сабақта оқимыз, біздің артымыздан кейін мама пол жуатын да, техничка болып жұмыс істейтін. Сол кезде сол жұмыс істеп жүрген кезі ғой енді. Пол жуатын бізге ол өте қатты тиетін, өйткені класстастарымыз бар, бәрі бар, соны сұрайтын, мамаңыз ба, мамам ба деп ше бізге сол жерлер қиын болды. Және әкеміз де екі жерде охрана болып жұмыс істейтін, біреуі бір гостиницада, біреуі бір химчистка істейтін жерде. Сол жерде екі жерде жұмыс істейтін. Оны біз бәріміз Нұрбек екеуміз көріп өстік. Өйткені біздің мама әке-шешеміз де жайдан жай бізді интернатқа түсіргісі келмеді. Өйткені енді асырау да қиын болды бізді. Өйткені тамақ бар, тұрыс жүрісім бар, мектепке баратын бар. Сондықтан интернатқа тапсырғысы келді. Өйткені интернатта 5 уақыт тамағын тегін, жататын жерін тегін, тренировкам бар. Бәрі режимде, жерде режим бар. Киім-кешек те береді ол жерде. Киім-кешек ол кезде бермейтін еді ағай. Жоқ, бұл сосын ұлттық құрамаға кірген соң ғана жақсы. Мен айтып отқаным, мен өзім интернатта өстім, бізге айтып өкімет ол кезде киім-кешегімізге дейін беретін. Сізде союз кезі шығар енді. Иә, біз өкімет бақты енді. Бізде қойшының баласы болдық қой. Қажымұқанға экзамен тапсырдық. Ол жерде енді бір-бірімен бокс жасау керек. Біздің соперниктер болмай қалды. Біздің салмақты адам болмады. Сол Нұрбек екеумізді шығарып қойды бірге. Енді бір-бірімізді қалай ұрамыз, бауырымыз. Енді былай ойнап шықтық. Сөйтіп түсе алмай қалдық. Сосын әкемізбен отырмыз. Енді әкеміздің настроениесі түсіп кеткен. Біз әкеміз апарған ғой экзаменға. Настроениесі түсіп кеткен. Енді бүйтіп отырды. Сол Нұрбек екеуміз қарап отырып аяп кеттік. Сосын ағай звондап, ешқандай мұңаймаңыздар, Степногорскта осындай интернат бар, сол жерге түсіремін, өзім сосын қайтарып аламыз деп айтқан. Әкеміз қуанып кетіп, бұл Астанадан 3 сағаттық жер, Степногорск деген қала. Өзі сол жаққа апарып, бізді сол жерге тапсырып, ағай тренерімізді таныстырып кеткен болатын. Сол кезде есімізде, енді Степногорскта біз түскен кезде бір ренішіміз болды. Ол не үшін реніш? Қажымұқан интернатымыз, Астанада интернат біз алмай қойғаны біз қатты ренжідік. Өйткені ата-анамыздан айырылып 3 сағаттық жерде алыс жерге кеттік. Басқа қала. Басқа қала, танымайтын адамдар. Сол кезде әкеміз енді ниеттеніп, мен сол жерде білмеймін, бірнәрсе шығаратын келіп, сол жерде тастап кетті бізге. Сол кезде біз Нұрбек екеуміз бірімізге қарап, бірімізге сөз беріп, бұйырса біз чемпион боламыз, еңбек етеміз деп, сол Степногорскқа келгеннен бастап күнде 2 тренировка, 1 тренировканы қалдырмай еңбек еттік. Бір жыл еңбек етіп болған кейін 8-ші класс, 7-ші класста полный енді тренировкамыз жасадық, мықты болдық. 8-ші классқа өткен кезде бізге 8 жарыс болды алдымызда. Ол жерде чемпионат облыс бар, зона деген жарыс бар, одан кейін чемпионат Қазақстана. Ол 2014 жылы. Сол кезде Нұрбек екеуміз 8 жарысын 8-інде бірінші орын алдық. Яғни мақсат қойып шындап кіріскен екенсің өзің. Әрине, бізде алдымызда мақсат болды. Сондықтан 8 жарысын 8-інде бірінші орын алып, Қазақстан чемпионы болдық. Бана облыс чемпион болдық. Жаңа 5-6 турнирдің чемпионы болдық. Қатарынан бәрін ұтты ғой, 8 жарыс қатарынан. Дәлелдеу керек болды ғой, біріншіде өзіңе, одан кейін қалғандарына. Әрине, сол Қажымұқан интернатында дәлелдеу керек болды бірінші. Сосын өзімізде сол андай бір ашумен тренировка істеген бөлек болды бізге. Өйткені мақсатымыз айқын болды. Тек қана біз осы кісілерге дәлелдейміз, ата-анамызды қуантамыз деген мақсатпен істедік. Сондықтан білмеймін, сол бізге нәтиже берді. Өйткені біз есімде бар, тренировкаға шықпайтын кездеріміз, шыққымыз келмейтін кездерде өзімізді қинап, бірімізге давай шық, жүр, ертең чемпион боламыз деп, солай бірімізге сөз беріп, бірімізді демеп жүрген кездеріміз. Одан кейін енді Қажымұқанға ағай өзі шақыртып, Қажымұқанда да сол интернатта барып түсіп, сол жерде де результат берді ағай. Негізі сосын үлкен результаттары сол 10-шы сыныбынан басталды. Қажымұқанға бізге республикалық интернатқа келді, өзімнің қолыма қайтты.
Содан кейін тыңғылықты жұмыс басталды. Ол кезде былай ғой, жалпы өзімнің бір сөзім бар, ұстанымым. Көп жұмыс істеу ол әрине жақсы, бірақ та нәтиже көрсету үшін дұрыс жұмыс істеу керек деген. Әрине. И біз 10-шы сыныбынан бастап уже дұрыс жүйелі жұмыс істей бастадық. Қателіктермен жұмыс көп жасалынды. Бұлар мінездері кішкентайынан мықты болатын. Бұлар 2000 жылғы балдар болғанмен, ол кезде менің наборым секцияда 97 жылғы балдар. 95-97-лер болатын. Үлкенірек жігіттер екен. Бұлар еще андай өзінің құрдастарын вообще шақ келтірмейтін, құрдастары бұлармен тұра алмайтын спаррингте. Вот именно спаррингте бұлармен құрдастары тұра алмайтын. Мен бұлар 97-98 жылғы балдарға да, жарыстарға да солардың возрастының жарыстарына қатыстыратын. Сол жерден Айбек талқандап шығатын. Ол ең бірінші мен қалай түсінгем, бұл 9 жасар, оның қарсыласы басқа жаттықтырушының, біздің напарник жаттықтырушының шәкірттері, олар 97-лер, 3 жас үлкен балдар одан. Екеуі спарринг істеп атқан кезде Айбек өзі кішкентай болғанымен оны дуалға тақап қойған, ұрып атыр. Бірақ та бұларда еще мұрындары жиі қанайтын. Капилляр жақын орналасқанда мұрындарында сәл удар тиіп кетсе, сразу қан ағып кететін. Екеуінде де сондай. Айбектің бұлай жарты беті қан, көзінен жас шығып жатыр, бірақ та ұрып жатыр. Адам таяқ жеп жатыр. Айбек әше намыстанып жатыр да, қан ағып жатқанында. Бірақ та ананы прям кәдімгідей жас үлкен болса да өте қатты таяқ жеп жатыр ол ше. Сосын Айбекті кішкентай кезінде солай болатын. Ол тоқтатып, прям ұстап тоқтататынбыз ғой. Стоп десе бұлар қарамайды. Айбек, Нұрбек екеуі бір-бірімен бокстаса да солай опасно болатын. Бұлар андай кәдімгідей төбелесіп кететін. Оларды прям ажырату керек болады. Бір-бірінен жұлып алу керек болатын. Сондай мінезді балдар болатын кішкентайында. Асеке, мынандай сұрақ. Жалпы енді 10-шы класстан бастап нәтижелер басталды. Бұл нәтижеге келтіру үшін қандай жүйе, қандай жаттығу процесін қалай жасадыңыз? Қатты ұстадыңыз ба жұдырыққа салып, әлде жұмсақ ақылмен жаттықтырдыңыз ба? Енді бапкердің өзінің бір жаттықтыру несі бар ғой, стилі бар деген сияқты. Бұл балдар сразу бірінші біз жаттығу бастағаннан, бұлар кішкентай кездерінде уже өзінің мінезді екенін көрсетіп қойған. Бұлар содан кейін өзінің ішкі ойы бар, пікірі бар, ішкі дүниесі бар. Бұлармен өзінің де құндылықтары бар. Бұлар кішкентай болғанда, біз сізді білмеймін енді, мені қазір, например, сен 7 жасында не істедің деп сұраса, мен есімде жоқ. Әрине, қала бермейді есімде. Ал бұл балдар негізі 5 жасында не істегендерін біледі. Біз негізі жақынбыз ғой, бір-бірімізбен сөйлесеміз. Бізде ең бастысы Айбек, Нұрбек, мен үшеуміз ешқашан ешнәрсе жасырмаймыз. Ешқандай бір яғни құпия жоқ араларыңызда. Құпия жоқ, және де ешқандай не жоқ бізде, кедергі жоқ арамызда. Қалай бар, солай сөйлесеміз. Бір ұстаз, шәкірт деген құрмет, былай тұрғанда, кәдімгідей арамызда аға інілі, інісі ағасына деген махаббатымыз бар. Өйткені уже 18 жыл бірге жұмыс істеп келе жатырмыз, бірге өмір сүріп келе жатырмыз. Осы жерден Айбекке жалпы ағайдың жаттығу процесі өзің үшін қалай өтті? Енді ағай бізді кішкентай кезімізден білетін, не істеу керек екенін. Қазір көп балдар, көп спортсмендер бір 5-6 жыл жүреді, мықты результат береді, юнош кезде жастар арасында. Одан кейін ерестер арасына келген кезде кішкене қиындап қалады, результаттар түсіп кетеді. Ағай бізді енді кішкентай кезінен қараған кезде біз сап тұратын, бізге айтатын, бұл жастар арасында, кішкентайлар арасында бұл бокс емес, бокс ерестер арасында басталады. Біз 2018 жылы бізде жастар арасында Азия әлем олимпиада чемпионаты болды, олимпиада ойындары.
сол кезде ағай бізге 2-3 жыл бұрын бізге сол жарыстарды айтып, 2018-де міне Азия чемпионаты бар, әлем чемпионаты, Олимпиада ойындары бар жастар арасында жастар. Соған 2 жыл бұрын айтып қойып, соған мақсат қойып, бірге дайындалған болатынбыз. Өйткені ағай біздің самочувствиемызға қарайды, біздің желаниямызға қарайды, не істеу керек, бізбен ақылдасады. Мысалы енді шаршап, бір тренировкаға барғың келмесе, мазасына қарайсың ғой. Ағай оны сезеді, ондайдың бәрін сезеді ағай, айтады сразу. Бүгін енді жеңіл тренировка болады, футбол ойнай салыңдар деген нәрселерді. Сол біз желаниямызды кетірмей, тренировкаға енді бір андай жақсы көңіл күймен келетін едік та. Сол ағайдың сол тактикасы мықты. Өйткені қазір кейбір спортсмендер мен кейбір тренердің арасында сол кішкене ауызбіршілік болмайды. Бір-бірімен қырсығып, бір-бірімен сөзге келіп, спортсмен істегісі келмейді, тренер істе дейді, қинап. Бізде ондай емес. Ағай өзі айтады, біз істегіміз келсе, енді істейміз, оны ағай айтса істейміз ғой, бірақ ағай да біздің немізге қарайды, бізбен ақылдасып, бізден сұрайды. Бүгін осылай, ертең осылай деген нәрселер бар. ұрысқан кездер болған шығар енді, ол бәрібірдей жаңағы бірдей бола бермейді ғой енді. Ұрысқан кездер болады, енді сонымен Бұлар сол қатты ауыр сөзді менен ғана көтереді ғой негізі. Өздері солай біледі. Қалай мысалы біз енді ерте есейдік деп айтсам болады, Нұрбек екеуміз. Өйткені біз 7-ші класста кетіп қалдық, отбасымыздан кеттік, ата-анамыздан кеттік басқа қалаға. Сондықтан біз екеуміз бір-бірімізбен жүрген кезде енді біз келген кезде әке-анамыз бізбен ақылдасатын, әке-шешеміз бізбен ақылдасады, біз оларға өз ойымызды айтамыз. Сол сияқты біз енді ағайымызбен де солай да. Біз бүкіл адаммен сондаймыз. Өзіміздің ойымыз бар, өзіміздің пікіріміз бар. Келіспесе енді ары қарай көре жатады. Бір-біріңе кешірімді болып, яғни қатты, мысалы енді қатты сөзге тандым дейді ғой. Оның бір себебі 18 жыл деп тұр ағай. 18 жыл біргеміз да. Біз әлі ешқайда кеткен жоқ, біз ешқандай тренер ауыстырмадық. Сол бір ағайымызбен бастадық. Ойда болмапты. Өміріміз ағаймен бірге өтеді деп тұрмыз. Ертең біз профессиональный боксқа кетіп жатсақ та, біз ағайымызбен бірге кетеміз. Яғни үйден гөрі осы Асқар бапкердің қасында көбірек болдыңыздар, тәрбиеліп, яғни сол жерде жігіт болып қалыптасуларыңда көп рөл атқарған сияқты ғой Сәке. Енді әке-шешеміздің қасында, ағайдың қасында көп болдық қой. Біз жарысқа барамыз, сборға барамыз. Қазірде де солай ғой. Қазірде бұның өзінің семьясы бар. Қазір өзінің бұл әке, ұл қызы бар. Бірақ та менде де солай. Менде 2 қызым, 1 ұлым бар. Бірақ та біз сол өз отбасымызды емес, бір-бірімізді көп көреміз. Мен қазір ойлаймын, енді бір апта үйде болсақ, 3 апта біз сбор жарыстамыз. Асқар бар, тапсырдық дейтін сияқты ғой одан кейін. Енді қазақша жақсы сөз бар ғой. Сүйегі менікі, ет сенікі деген. Солай тапсырған ағамыз. Енді сол ағамыздың тоже үмітін ақтап жатырмыз. Негізі сол ағамызға да айттық, өздеріне де ең бастысы бұл жерде жаттықтырушыға ең бастысы өзі сальто жасау емес, өзі шпагат отыру емес, сол сальто мен шпагатты қалай істеу керек екенін үйрету, түсіндіру. Әрине. Ең бастысы, мына жерде қазір алдымызда стакан бәрі тұр ғой, ал басқа бөлмеде сол стакан бар екенін сендіру да. Осы ең маңызды жаттықтырушы үшін. Оны қалай? Балаға мен осы 10 жасар балаға мен сендірткем ғой. Сен Азия ұтасың, сен әлем ұтасың, сен Олимпиада чемпионы боласың. Құлағына құйып отырдыңыз. Внушение дейді ғой. Сол 2018-де сол 3 жыл бұрын айтты бізге ағай, Нұрбек, мен Азия чемпионы болдым, Нұрбек әлем чемпионы болды. Мен әлем чемпионатында күміс жүлдегер болып қалдым, бірақ одан кейін Олимпиада ойындарының чемпионы болдым. Буэнос-Айреста 2018 жылы Нұрбек екеумізде қаншама ұлттық құрамада бала болды, 13 бала болды. Нұрбек қана чемпион мира болды, мен ғана әлем чемпионы болдым. Әлем чемпионатында жастар арасында Будапешт қаласында 5 қазақ бала финалға шыққан. 5-5 Қазақстан, Ресей кәдімгі солай шыққанбыз бір-бірімізге қарсы. Сол кезде Нұрбек қана, 5-еуінің арасында Нұрбек қана әлем чемпионы атанды. Қарсылас келтірмеген екен ғой ешқайсысын. Ол финальный бойында ресейлік Тетерев деген спортшыны 75 килограмм салмақ дәрежесінде 3 раунд қуалап жүріп сабап сөйтіп чемпион атанды. Өйткені о жерде негізі ешкім Айбек те ұтылмаған, о жерде басқа балдар да ұтылмаған. Бірақ бір бас жоғары болып, кәдімгідей басын жұлып тұрып отпасаң,
ұтыс берілмей жатыр да. И Нұрбек өте убедительно ұтты да бәрін. Ешқандай сұрақ қалдырмай төрешілерге ше. Енді әлем чемпионы. алғашқы халықаралық. Бірақ та сол кезден жалғастырсам Иә. Сол кезде Айбек бір жыл бойы вообще ұтылмай келген жігіт қой. Қаншама Қазақстан чемпионатынан бастап, барлық жарыстарда. Қазақстан чемпионатынан бастап, халықаралық жарыстарда, Азия чемпионатында 2018 жылы. И әлем чемпионатына бараттай финалда ресейлік спортшыға сәл ғана 3-2 есебімен. Мағыз бабында болған екен ғой сол кезде. Иә, күшті бабында болған. Сол қатты әсер етті де, содан кейін біз Буэнос-Айресқа сол жастар арасында олимпиадаға бардық. Сол жерде 3 жекпе-жегін ешкімді қарсылас көрмей чемпион атанды. Жалпы бұның жолы 2016 жылы Якутияда Саха мемлекетінде Азия ұландары деген Дети Азии жарысында басталған. Жарыс бар, иә. Менің шәкірттерімнің арасындағы ең бірінші Қазақстанның туын және әнұранын шырқатқан осы Оралбай Айбек. Осы жерде сұрайын дегенім, осы бір жыл бойы жарыстарда спортшыны осындай бабында ұстап тұру, сол бабына келтіру қалай? Ол оңай емес деп ойлаймын мен, өйткені бір жарыста жеңу мүмкін, екі жарыста. Сол үшін спортшымен пікір алмасу керек. Оның өзінің мазасын қарау керек та спортшының. Қиын болған жоқ па Айбек? Бір жыл бойы сол деңгейде ұстап тұру. Жоқ, енді ол ағайын еңбегі ғой жерде, ағай біз бана айтып тұр ғой, пікір таласып бірімізден сөйлесеміз, ақылдасамыз, жарысқа енді бригада айдаламыз. Біз ұтылса ағай да ұтылды деген сөз ғой ол жерде. Біз ұтса ағай да ұтты деген сөз. Яғни қарым-қатынастарың аға мен бауырдай болып кеткен ғой. Кез келген нәрсені талқылайсыздар, айтасыздар. Яғни психологиялық тұрғыдан ешқандай давление жоқ бапкер тарапынан деген сияқты. Соның арқасы. Біз былай ғой, бұлар бала кезінде кішкентай бала болса да маған бірақ та болашақ батыр екенін мойындатқан балдар. Ал мен бұларға өзімнің ұстаз және жанашыр ағалары ретінде мойындатып қойғам. Сол үшін бір-бірімізді солай дұрыс қабылдаймыз да әрқашан. Бұлар кеше бір подкаст шықты, тоже естіп қалдым. Үлкен рахмет. Осы Шымкент қаласының бокс федерациясының атқарушы директоры Сейтқали деген бауырым, жақсы араласамыз. Сол айтып жатыр екен. Осы біз туралы тоже айтып қалды да. Бұлар Айбек Нұрбек жас өспірімнен бастап звезда, жұлдыз, спорттың жұлдыздары, жас өспірімнен, жастар арасынан қазір ересектерге өтіп, сол Асекең, негізі Асекеңе рахмет айту керек, оңай емес, осылай ұстап тұрғанына дейді. Я расында да бұл жігіттер кейбіреулер кеш піседі, содан кейін ашылады, кейбіреулері наоборот ерте ашылады да тез солады деген. Ал біздің жігіттер ерте пісті де, ашылды да, әлі де қатайып келе жатыр. Жылдан жылға тек қана бұлар нығая келе жатыр да бұл. Нағыз баптары Құдай қаласа осы 2028 жылы Лос-Анджелес олимпиадада Құдай қаласа нағыз баптарын сол жерде көреді. Қазақ халқы, қазақ еліміз бізді қолдайды, рахмет, жанкүйер болады. Қатты мықты жанкүйерлер негізі біздің мемлекетіміз. Айбек, міне енді осындай жаңағы алғашқы жарыстардағы чемпиондық атақ келе бастады. Халыққа, көрерменге таныла бастады. Бұл енді бір басқа белес болып тұр ғой. Бұл өзің үшін қандай сезімде болдың енді? Бізге енді жастар арасында, бана кішкентайлардың арасында болған кезде бізге ағай айтқан, ол бокс ересектер арасында басталады деп. Біз енді білдік, өйткені біздің достарымыз болды, әлем чемпионы жастар арасында, кішкентайлардың арасында. Олардың бәрі ересектерге келіп, рұқсат бермей қалды. Не үшін бермей қалды? Өйткені тренерлермен ұрыс пайда болды, ақша үшін ұрысты, кішкене тренировкасын қалдырып, мен чемпион, мен әлем чемпионым деген ойларын мазалап, тренировканы қалдырып қойды. Бізге оның бәрін ағай айтып отыратын, өйткені мен олимпиада 2018 олимпиада чемпионы болдым, ол
ағай сол кезде айтқан, бұл олимпиада чемпионы, біздің ересектер арасындағы олимпиада чемпионы деген мақсатқа жетпедік. Сол ересектер арасында олимпиада чемпионы болған кезде, сол кезде босансам болады деп айтқан. Сол бәрі есімізде, көз алдымызда. Сондықтан енді білмеймін, енді қазір ғана боксымызды басталды, әлі мақсаттарымыз бар. Асеке, енді мынау кәдімгідей известность пайда болды, жігіттер уже көпшілікке таныла бастады, бәрі кеп жігіттерді мақтайдық, жаңағы басшылық болсын, басқарма болсын, жанкүйерлер болсын, осы яғни осы жерде балаларды сақтап текпе теңдік сақтап қалу үшін қандай жұмыс атқарылды? Ең бірінші ол әр адамның өзінің көлемі бар да, калибр дейді ғой. Иә. Әр адамның өзінің көлемі бар, арманының көлемі бар. Жалпы негізі адамды оның арманының көлемі анықтайды. Және де өзінің іс әрекетінде талпынғандардың сәттілік серігі болады. Біздің жігіттер бір жұлдыз ауру ұстап қалып, Әрине, ондай бір болады. нәрсеге тойынып қалып, ондай мүмкін емес деп ойлаймын да, өйткені мен бұл жігіттердің масштабтарын білемін да. Кәдімгідей бізде негізі бәрі сынға мықты ғой. Әрине. Сәл бір нәрсе болса сын айта бастайды. Тойып қалды, бұл бүйт қалды, бұл жұлдыз ауру ұстап қалды деп. Адам темір емес та просто. Әрине. Адам өзінің бабында бір жыл бойы тоқтамай бабында жүру ол мүмкін емес. Спортшыға да бір босайтын, демалатын, бір өзіне қайтадан мотивация алу үшін де бір таяқтың дәмін де жеп татып көру керек, ұтылыстың да дәмін татып көру керек. Әрине. Ол негізі былай қараған кезде ол өмірдің заңдылығы. Әрине. Ол болып тұратын нәрсе. Күн мен түн алмасып жүргендей, ол әр тек қана спортшының емес, қай саланы алсақ та, бизнесмен болсын, хоть кім болсын, ол солай. Өмір, адамның өмірі. Сол үшін біздің спортшыларда да солай. Бірақ та ең жүректі қынжылататыны сол сүрінген кезде біздің ағайын кеше ғана көтеріп жүрген, шашбауын көтеріп жүрген ағайындарымыз сүрінген кезде әшейін сөзбен де емес, прям үстінен таптап өтуге дайын да. Сол нәрселер енді сәл кішкене. Бірақ ол да былай қарасаң біз бала кезден еш нәрсе бүйтіп жеңіл болмаған, дайын бүйтіп ешкім бізге еш нәрсе алып келмеген. Әрине. Әрдайым өкімет бізді қолдады. Өкімет бізге көмектесті. Бұлардың спорт интернатынан бастап. Бірақ та бәрібір де ол ұтысты саған ешкім бере салмайды. Әрине. Қарсыласың бар күші, оған не үйретті, ода қаншама қауқары бар денесінде, ол бәрін жұмсайды сені ұту үшін. Мен сұрайын деген Айбек, жалпы енді бокс болғасан жеңіліс те болады, жеңіліс те болады. Осы жеңілістен не үйрендің? Жеңілістерден кейін болады ғой енді. Әрине бізде жеңіліс таптық. Мен әлем чемпионаттарында ұтылдым. Кеше олимпиада ойындарында, Париж олимпиада ойындарында бір медальға бір қадам қалған кезде жеңіліс тапқан болатын. Оның бәрі бізге енді сабақ болды. Біз одан бір нәрсе алдық. Ұтылып қалғаннан кейін сынып қалсақ, мұнайып қалсақ, спортқа, боксқа ренжіп қалсақ, ол өзімізге кесірі тиеді. Сондықтан ол сабақты алып келесі жарыстарда енді біз сол олимпиада ойындары ұтылғаннан кейін Ливерпульде әлем чемпионы болдым. Оның бір себебі сол жеңілістен кейінгі жеңіс. Енді ол жерде өзіміздің қателіктермен жұмыс істеп, дайындалып, еңбек етіп, сол жеңістің дәмін таттық. Әлем чемпионы болдық. Тарихта бірінші қазақ болдым. Аса ауыр салмақта әлем чемпионы болған. Өте қатты қуанышты болдым. Енді ол олимпиада ойындарға жеңілісім ұмытылып кетті. Енді бірақ ол да әлі менің әлі бір мақсатым бар. Сол олимпиада ойындары, сол жердегі жетпей қалған жеңісімізді 2028 жылы Лос-Анджелес олимпиада ойындарында қайталау, алтынын алу бұйырса. Сол енді бізде қазақ халқы білесіздер, боксты қатты жақсы көреді. Әрине. Бірінші спорт деп айтады.
бокс жанкүйлер өте көп. Біз жеңіліс тапқан кезде бізге қатты ренжиді, боксқа қатты ренжиді. Ұтылса, енді басқа вид спортқа қараймыз, футбол болсын, басқа вид спорттарда енді олар ұтылса, жеңілсе ондай қатты сын болмайды, қатты ренжімейді. Ал біз боксшыларымыз біз ұтылған кезде қатты сын болады, қатты ренжиді. Біз оған енді ештеңе айта алмаймыз, өйткені әрине бізден жеңісті күтеді, бізге үміт артып отыр қазақ халқы, бокс жанкүйерлері. Сондықтан сол кісілердің үміттерін ақтау үшін, қазақ халқының үмітін ақтау үшін барымыз салып еңбек етудеміз. Әлі басқа да үлкен жеңістерімізді қуантамыз деген ойдамыз. Азеке, мындай сұрақ, бапкер болып жүріп, осы ағайындыларды жаттықтырып жүрген кезде ең бір қиын қабылдаған шешім есіңізде ма? Қиын шешімдер көп. Ол біз өмірімізде күніге шешімнен құралады ғой өміріміз. Бірақ та осы жерде ең күрделілерін айтып өтейін. Ол біріншісі, Айбек чемпион болып, Нұрбек екінші орын алып қалған кезде, олардың бірінші номер мен екінші номердің жарыстары бөлек болатыны сол қиын болды мен үшін. Өйткені егіздерді мен кішкентайларынан бірге ұстап алып жүргенді тырысатынмын. Бұл жерде біз Азия ұландарына дайындалдық. Нұрбек болса Қазақстан спартакиадасына дайындалды. Сол енді балалық кезінен еске алатын болсақ, сол бірінші қиын кезең болған. Одан кейін салмақ ауыстыру мәселесі уже бер таман ойымызға алып атсақ, 90 килограмм салмақ дәрежесінде 92, 91, 90 олай ауысып отырды ғой. Оралбай Айбек екі әлем чемпионатына барып, четверть финал бір қадым қалады, жүлделі болу үшін 3-2. 3-2 деген сөз, ол басын жұлып алмады деген сөз ғой. Ұтылды деген сөз емес, ол просто басын жұлып алмады, сол үшін саған ұтыс берілмеді деген. Бірақ та біз бәріміз осылай бізді үйреткен, біз солай өзіміздің шәкірттерімізді үйретіп жатырмыз. Кімнің қолын көтерді, сол ұтты. Сенің қолын көтермеді ма, яғни сен ұтылдың. Бұл солай қабылдаймыз, қателікпен жұмыс істейміз. Шаршы алаңға бұдан да мықты болып ораламыз. Сөйтеміз. И және де екі әлем чемпионат, Париж олимпиадасы, барлық жерде четверть финалда жүлделі орынға бір қадам қалған кезде ұтылыс тауып отырды Айбек. Сол кезде біз әрине қиын. Рахат ағам бар, Айбек бар. Бәріміз сол бір қателік болатын, сол бір қателікті қалай түзейміз деп басымызды жатсақ та тұрсақ та соны ойлаумен жүрдік. И содан кейін біз бірақ та Айбек екеуміз нақты, тұрақты шешімге келдік. Біз салмақ ауыстыру жайында аса ауыр салмаққа өтуімізді көздеп, негізі соны мен айттым. Бірінші Рахат ағам қабылдамады. Айбек өзі екі ойлы жүрді. Қалай болады екен, олар менен 30 килограмм үлкен, 10-15 сантиметр ұзын дегенде, ағай, сіз мені қай жерге жіберіп жатсыз? Мен айтамын, Айбек, сен маған сенсең, мен расында да сенің ағайың, сенің ағаң, саған тек қана жақсылық ойлаған адам болсам, шынайы, сен ойланбастан ауыз еңбек етейік, нәтижесін өзің ертең көресің деп. Бірақ та мен сол бала кезінде алған кездегі сезім осы балалардан бір нәрсе шығады деген. Қазірде маған айтып тұрды ішкі. Іштей Алла тағалам сездіріп отырды. Аса ауыр салмаққа барса, бұл жігіт нәтиже көрсетеді деген. Сонымен көндірдім. Біріншіден өзін сендірдім. Одан кейін әке-шешесін көндірдім. Сонымен біз өттік. И және қазір өзі айтып кеткендей тарихи нәтиже көрсеттік. Осы қазақ баласынан аса ауыр салмағындағы тұңғыш әлем чемпионы. Ол осы 25-ші жылы бокстың отаны Англия елінде, Ливерпуль қаласында әлем чемпионы болып, Оралбай Айбек
сондай нәтижені тіркеп отыр. Айбек, өзің осы ас ауырын салмаққа қабылдауға, жаңа бапкердің ойын білдік, өзің қалай қабылдадың енді? Енді ағаймен айтқан кезде де кішкене ойланып жүрдік. Үйдегі ата-анамыз бар. Олар да енді өз салмағында жүре бер, осы өз салмағында үйреніп қалған шығарсың деп. Бір ағай айтып отыр ғой, енді сездім деп. Сол біз де ағай тыңдадық, ауыстық, тарихи жеңіс болды. Сондықтан өкінбеймін ауысқаныма. Дұрыс шешім екенін сол жерде түсінді ғой. Әрине. Енді өздеріңіз ағай айтқанда, енді мен ауыр салмақта ол жерде салмаққа қарамайды, бойға қарамайды. Енді біз қаншама жыл өз салмағымызбен, өзіміздің бойымызды бірдей соперниктермен шығып жүрдік. Қазір енді 2 метр салмағы 120, мен салмағым 100 болса, оның салмағы 120 солай сияқты. Ауыр болады, ондай бойлар болмайды. Әрине рингқа шыққаннан кейін олар да барын салады, олардың салмақтары ауыр болады, ударлары да қатты болады, күштері көп болады, бойлары ұзын болады деген сияқты. Енді оған қарамаймыз. Біздің батырларымыз бұрынғы қаншама жауға шауып, найзамен, өлімнің артасында жүрді ғой арасында. Сондықтан біз рингқа шығып, бәріміз саламыз. Өзің үшін мұны тағы бір сұрақ. Жалпы бір ауыр соққы ма, әлде тура 10 соққы? Ол соққы ма? Бір ауыр соққы. Бір ауыр соққы өмірін шешіп береді. Рингта бізге де ағай айтады, 3 раунд бойы босама дейді. Өйткені біздікі ауыр салмақ болғандықтан, менікі де, Нұрбектікі де бұл жерде бір удар шешіп кетеді. Бір удар тура тиген кезде, бір удар қатты тисе, құлайсың, дым істей алмай қаласың, аяғын отказ береді, ұйықтап қалуы да мүмкін. Сондықтан бізге әрбір секунд, әрбір минут бізге өте маңызды. Рингтан шыққаннан кейін, ұтқаннан кейін барып босансынуға болады. Рингтің ішінде 1 секундқа босансынуға болмайды. Қазір енді осы ауыр салмаққа өзім салмағым деп шешім қабылдап бейімделдің ба? Болды. Әрине, қазір осы салмақты таңдадық. Енді 1 жылдан асып кетті. Бұйырса, осы салмақта енді өзіміздің әлі тағы да қателіктеріміз бар. Бір-екі нәрсе жетіспей жатыр. Соларды қосып, бұдан да мықты болуға барымыз саламыз. Асеке, бір нәрселер жетіспей жатыр дейді. Қазір енді алда Олимпиада деп отырсыз. Оның алдында қазір енді тіпті алысқа шаппай-ақ қойық, Азия ойындары бар ғой. Негізі. Енді осы ауыр салмақ. Ең күрделі жарыс ол бізде осы қыркүйек айында. Салмақтың әлі нежімен жұмыс істеу керек? Әлі. Жұмыс әрқашан өте көп. Ол былай ғой, магазин емес та ол. Бүйтіп магазиннан бір нәрсе пышақ сатып ала саласың, пистолет сатып ала саласың, мылтық сатып ала саласың, ол үйде тұрады да. Нені жақсарту керек енді? Форма деген адамның ағзасы да. Ол андай жаттығу жасайсың, дұрыс тамақтанасың, ұйқыңды бәрін келтіресің. Тәртіпке өте қатты қадағалап, баға бойынсынасың. Содан кейін ағзаң жақсарады, формаға келесің. Бірақ та ол жарыстан кейін қайттан шығару керек. Ол стакан сияқты былай толады да ол. Күнделікті еңбек жасайсың. Бірінші ұйқыңды дұрыстайсың. Одан кейін тамағыңды дұрыстайсың. Одан кейін жаттығуларыңды дұрыстайсың. Бәрі тәртіпке келтіру керек. Бәрі бір қосамда бәрі бұлар ол формаға стакан толады. Жарысқа барасың, осы мықты формаңмен чемпион атанасың. Енді келесі жарысқа мынау толып тұрса, келесі жарысқа қалай формаға кіресің? Бұл уже сыртына сол үшін не істеу керек? Сол үшін бұл стаканды қайтадан босату керек. Полностью босатасың и келесі жарысқа қайтадан толтыра бастайсың. Вот ол қазір жас тренерлер көріп атса осыны түсінсе жақсы болатын еді. Тағы да қайталаймын, көп жұмыс жасау ол өте жақсы. Бірақ та нәтижеге қол жеткізу үшін ол міндетті түрде дұрыс жұмыс жасау керек. Дұрыс жұмыс қай жерде жасалынады? Ол адамның жұмыс істеуге қабілеті ашылған кезде, андай жігерленіп тұрған кезде. Ол постоянно қатты шаршап тұрған адам, ол жігерленбейді. Ұтысқа да, еңбекке де. Мықты жұмыс жасап, нәтижеге қол жеткіздің ба, демалу уақыты болу керек. Қалпына келетін уақыт болу керек. Ол қалпына келіп алған соң, оны қайтадан арбаға шегуге болады дегендей. Ал қалай демаламыз, Айбек?
жарыстан келгеннен кейін, мынау сақан толғаннан кейін. Енді аға айтып тұр ғой, енді бұл жерде адамды мысалы бізді қинай берсе қиын ол. Өйткені бізде өзіміз бағандай шынайы түрде тренировкаға кіріспесек, ағайын айтқаны деп әшейін істей берсек, ол бізге пайдасы тимейді. Әрине. Біз ол істеп жатқан тренировканы білу керекпіз, бізге пайдасы тиіп жатқанын, пайдасы болатынын. Сондықтан бұл жерде сол айтып жатқандай бағандай тренер мен спортсмендердің ауызбіршілігі сөйлесуі. Енді біз ағай білет, біз үлкен жарыстардан келгеннен кейін бізге міндетті түрде демалыс береді. Демаламыз, отбасымызбен көңіл бөлеміз, бокстан демаламыз. Өйткені бір жылда тек қана бокс ойлай берсең, ол қиын. Ол жерде бас ауырады, миың ауырады, тренировкаға жылына дейін қашады. Демалып, ағай өзі айтады, демалып болдыңдар ма деген кезде біз бәрі жақсы деп сол кезде қайта тренировкамызды бастаймыз. Онда демалыс жайлы айтайық. Демалыстарда қайда барасыңдар? Демалыстар Жылқыға барып, балық аулайсыңдар аулайды, ма, бильярд па, караоке ма? Біздікі енді спортсмен болғаннан кейін активный отдых болады. Бізде де ол демалыс деген біздікі сол спорттың демалысы. Біз теннис ойнаймыз, футбол ойнаймыз. Көбінесе енді футбол ойнаймыз, өйткені кішкене бала кездегі арман ғой. 2-3 күн тренировка істемей қалсақ, 2-3 күн денемізден тер шықпай қалса, уже сағынып тұрамыз. Дене ауырады ғой уже. Сондықтан боксқа емес, енді басқа вид спорты бар ғой. Енді көбінесе футболға барамыз, большой теннис ойнаймыз, кішкентай теннис ойнаймыз, атқа да мінеміз. Бізде Алматы облысында Бауыржан Оспанов деген ағамыз бар. Бауыржан Оспанов ол кісі спортқа өте қатты көңіл бөледі. Бізге спорт жанашыры. Спорт жанашыры, қаншама спортсмендерге қолдау білдірген. Бізге де қазір әлі күнге сөйлесіп отырамыз. Бізге каждый бойдан кейін өз ақылын айтып, өзінің енді бұрында келатқан ақыл-ойын, тәжірибесімен бөліседі, ақылын айтады, не істеу керек, қалай істеу керек. Сол ағамыз өзі арнайы жарыстан кейін өзі шақырады бізді. Шақырып келіндер, демалып кетіндер. Ол кісі де біледі ғой. Жарыстан кейін, бойдан кейін демалу керек екен. Ол кісіге барамыз. Ол жерде тек қана құнарлы тамақ, өзінен шығатын тамақ, сол жерден шөбін жеген малдар, еттер, қымыз, шұбат, бәрін ішіп, сол жерде жеп, атқа мініп, балық аулап, демалып қайтамыз. Кәдімгі демалып қалады екенсің. Әрине, сол бізге 4 күн, 5 күн, бір апта ол кісі айтады, келген кезде қарамаңдар, 10 күн болса 10 күн жатыңдар, өзінің Лепсіз деген ауылда өзінің резиденциясы бар. Сол жерде біз демаламыз, ағай да біледі. Ағайдан бір рұқсат сұраймыз да, сол жаққа барып демалып, ол жерде қаладан да демаласың. Ол жерде ауыл ғой енді. Таза ауа. Таза ауа, тау. Кең дала. Қалада да шаршайсың да, машина деген нәрселер көп қой енді. Ар жаққа барғаннан кейін уже қала келген кезде уже залға барғың келеді. Уже кішкене боксқа деген бір құштарлық ашылады қайтып. Инстаграм ба, тыныштық па, нені таңдайсың деген сияқты ғой. Сол сияқты біз сол үшін осы себепті осы уақытты пайдаланып Бауыржан ағамызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонда ағаларымыз көп болсын, бізді қолдайтын, бізді уайымдайтын, бізге жанкүйер болатын, Қазақстанның боксшыларын уайымдайтын, қазақ боксын уайымдайтын, сонда жанашыр ағаларымыз көп болсын. Үлкен рахмет Бауыржан ағаға. Енді мынау демалыс демекші, бұлай жанұяңды алып шетелге барып, теңізге барып демалуға мүмкіндік бар ма жылдың ішінде? Ондай уақыт беріле ма? Сол жайлы айтып кетсең енді. Демалу керек қой. Ол да демалыс қой енді, өзіңде, жанұяңда деген сияқты. Біз бір жылда өзіміздің ұлттық құрамамен оздоровительный сбор деген болады, демалыс сборы болады. Сол кезде бізге рұқсат береді, өзіміздің қасымызға, енді үйленген, семьясы, отбасы бар адамдар өз қасына семьясын ертіп алуға болады. Сол кезде енді біз бір емес 2 рет Турцияға ұлттық құрамамен бірге отбасымды апарған кездер болды. Сол кезде ғана апарамыз, абылай сол бағанағы Лепсіге барып, қалада отбасымызбен уақыт өткіземіз. Азия ойындарына тоқталайық. Бұл жерде менің оның алдында бір керемет бір сұрақ бар екен. Бұл да маңызды деп есептеймін. Жалпы мынау спорттағы допинг мәселесі. Қазір қаншама спортшының жолын кескен, бағын байлаған. Сондықтан да бұл өте бір щепетильный сұрақ қой енді, былай қарасаң. Оны қадағалау. Біріншіден бапкерге байланысты дейді. Өйткені спортшы не жеп жүр, не қабылдағанда деген сияқты. Ол да емес. Бірінші именно спортшыға байланысты. Өйткені спортшы бапкермен бірге оқу жаттығу жиынында және жарыс кезінде. Ол кезде де бір бөлмеде тұрмаймыз. Мен өз бөлмемде тұрамын, спортшы өз бөлмесінде тұрады. Ол негізі кодекс спортсменнан бар ғой. Біздің балдар
кеше ғана құрамаға келген балдар емес, бұлар 15 жасынан бастап спорт құрамасында жүрген жас өспірім, жастар, ересек құрамасында атой салып, негізі Айбек бізде сол барлық құрамаларында, барлық жастардың құрамаларында капитан. Жас өспірімде де болды, жастарда да болды, ересектер құрама капитаны. Бұлар кодекс спортсмена дегенді өте жақсы біледі, жатқа біледі. О жерде ең бірінші осы бізде ВАДА және осы допингқа байланысты заңдылықтар. Тағы да бізде пул деген нәрсе бар. Пул ол бізде мықты нәтиже көрсеткен спортшыларды қадағалау үстіне алады олар. Яғни чемпиондар, жүлдегерлерді бірден алушы еді ғой допинг офицерлер келіп, солай ма? Ол жарыс кезінде ғой. Пул деген біз үйде жүрсек те, бұл бір жерге кез келген уақытта, кез келген уақытта, міне қазір осы жердің осы жаққа да келуі мүмкін. Олардың допинг офицер. И Айбек осы жерден, құқықтары бар, Айбек осы жерден, вот именно біздің құқығымыз жоқ. Біз міндетті түрде ол кісіні тосып алып, соның айтқанын барып істеу керекпіз. То есть ол бізден қандай анализ алады, қан ба, зәр ма, біз оны дайын болу керекпіз. Кез келген сәтте. Егерде біз одан немесе ол кісімен кездесе май қалсақ, егерде Астана деп, сен өзіңнің мекен жайыңды Астана деп жазып, өзің бір тойға бір Алматыға кетіп қалсаң, енді болады ғой. Ол сені Астанаға келіп іздеп, сен осы жерде жоқ болсаң, саған предупреждение жазылады. Саған уже... Оны ескертпейтін жаман екен. Әлі ескертем алдын ала. Допинг ескертпейді ғой. Әр уақытта бір сағаттың ішінде уақыт береді. Бір сағаттың ішінде сол банаға жазылған біз толтырғанбыз, өзімізде программа бар. Сол программада мекен жай бәрі жазылады. Мен осы уақытта осындай жерде боламын, осы уақытта осындай залда боламын, осындай тренировка істеймін. Сол жерде сен бір сағаттың ішінде болмасаң, ол жерде уже бір минус келеді. Сондай кім үш қателік істейді, сонда 3 рет кім сол жерде болмайды, дисквалификация 2 жылға 3 жылға береді. Дисквалификация болады, кәдімгідей. Енді мынау енді равносильно тому, что сені допингпен ұстағанмен бірдей болады. Сені отклонение от сдачи анализа деп. И вот сен виноват болып қаласың. Енді мысалы спортшы болған соң ол дәрумендер қабылдау керек, витаминдер керек қой спортшыға. Оның бәрін кім қадағалайды осы жігіттер? Бізде КНГ бар. КНГ дегеніміз ол кәдімгідей научный группа бар. Бізде негізі біздің спорт министрлігінен бастап федерация боксамыз бар. Барлығы өте күрделі, өте мықты жұмыс атқарып жатыр. Бізді тек қана дайындық, жай спорт емес, жай тренировка, жаттығу емес, бізді научно бәрін тексереді. Жігіттеріміз жыл басында анализ тапсырады. Қандай дәрумен қабылдау керектігін. Бәрі жазылған бар? Бәрі жазылған, бізде бәрі қадағаланады. Бұлар өздері анализ тапсырып, сосын қараймыз, бұларда не жетіспей жатыр, қай жерлері наоборот жақсы дамып тұр. О жерін бермейсің. Например, D3, цинк, қандай витамин қажет, бұларға соны қосасың. Сөйтіп, бұлардың ұйқысын бәрін қадағалаймыз. Біз кәдімгі ғылыми түрде қазір спорт высоких достижений ол бізден просто талап етеді, ондайды ше, ғылыми түрде еңбек етуге. Бұрындағыдай әшейін бір қымыз ішіп, қазы жеп, сөйтіп шығып, бәрін ұру деген ол мүмкін емес қазір. Әлемде дамып жатыр ол. Әрине, енді қазір медицинада Европа, Америка фармакологиясы қайда алға шығып кеткен. И сол сіз айтып атқан тоже сол допингтардың бәрі ВАДА, ол сол жерде Америка мен Европаның қол астында болған соң, олар бізді Азия тұрғындарын, өткен қазір бокста мықты Азия болып тұр ғой. Оның үстіне енді чемпион болған біздер Олимпиадада да Өзбекстан елі 5 алтын алып отыр. Ливерпуль әлем чемпионатында жалпы 10 алтынды
Өзбекстан құрамасымен біздің көршілерімізбен бөліп алдық. 4 алтынды біз алдық, 6 алтынды олар алды. Сондықтан бізді Азия континентін өте қатты зерттейді, қарайды, Енді қадағалайды. Қазақстан мен Өзбекстан ғой. Азия жалпы әлем бойынша осы көш бастап тұрған. Кеше де Монголия елінде өте бір андай жылы, бір қуандыратын эмоциялар болды да. Өйткені бір әнұран қазақша болады, 60 килограмм салмақ дәрежесінде Оразбек Асылкулов өзіміздің әнұран шырқатты, 65 килограмм салмақ дәрежесінде Өзбекстанның әнұраны шырқалды. 70 килограммда Иорданиянікі болды. Негізі Қазақстан әнұраны болу керек еді ол жерде. Біздің Сабырхан, Төрехан бауырымыз сол жерде шырқату керек еді. 75 килограмм Аққалық Сабыржан әнұран шырқатты. 80 килограмм Еркенбоев Фазлидин Өзбекстан әнұраны шырқалды. 85 килограмм өзім шәкіртім Нұрбек Оралбай әнұран шырқатты. 90 килограмм Мамасалиев Өзбекстан әнұран шырқатты. Плюс кезек ойнап отырды. Аса ауыр салмақта өзіміздің Айбек Рахатұлы әнұран шырқатып, Азия чемпионатының мүрдесін басып, жарыс жауып кетті. Енді Азия чемпионатына өзің алып келгеннен кейін, бұл жердегі ең қызық нәрсе, аса ауыр салмақта 4 бірдей қазақ жігіті. Сол керемет болды. Ол бір енді тарихта кездесе берген нәрсе осы жайлы. Бізге де қызық болып сыртынан қарап отырдық, барып сол ойын жекпе-жектерді көрсек деп, енді біз барған кезде бірінші жеребеге шыққан кезде көрдік. Оны алдында ойлап аттық, жеребе түспей атып, бұйырса төртеуіміз 4 қазақ сол пьедесталда тұрсақ деп өзім ойлағам ішімнен. Бірақ жеребе сәтсіз болып қалды. Біріміз түсіп қалдық. Өйткені бірінші бойда Монғолияның қазағы мен Өзбекстанның қазағы түсіп қалды. Ол екеуін ұтып қалғанмен мен түсіп қалдым бой келесі бойда. Өкінішті әрине, бірақ мен енді ринг болғандықтан енді шығасын, қарсылас болғандықтан, өйткені кейбіреулер айтып жатыр, комментарий жазып жатыр, шықпақ қойсыңдаршы бір-бірлеріме дейді. Либо Айбек сен бересіз дейді. Бұл жерде енді мен ұтылсам, Өзбекстанның туы көтеріледі. Мен ұтылсам, Қытайдың туы көтеріледі. Мен ұтылсам, Монғолияның туы көтеріледі. Сондықтан ол жерде басқа менде не болмады, мақсат та болмады. Өйткені өзіміздің Қазақстанның туы көтеріліп, Қазақстанның әнұранын шырқатуға қарамадым. Өйткені ринг болғаннан кейін қарсыласпыз, өмірде бауырымыз, доспыз. Менің видео бар, сонда олар өздері іздеп, Монғолияның қазағы бар, Бекнұр деген бауырымыз. Бәрімізді іздеп жүріп, сол жерді тауып, фотоға түсейік, видеоға түсірейік деп өзі іздеп келіп тұр. Әрине бәріміз фотоға түстік, одан кейін артынан видеоға түсірдім, өзім момент пайдаланып, барша қазақ еліне сәлемдеме жолдадық. Өте қызықты жағдай. Бұйырса енді бұл жағдайлар Олимпиада ойындарында бәріміз пьедесталда тұрғанын қалаймын. Енді мен бір сұрайын дегенім, жалпы осы құрамада, Қазақстан құрамасы болсын, басқа команда сапында өзің бір жақын досың бар ма? Қарым-қатынастарың жайлы. Қазақстанда ма? Қазақстан құрамасында болсын. Мысалы, басқа командаларда болады ғой енді, кездесіп қап, одан кейін араласып дос болып кетесіңдер деген сияқты. Енді бәрің бір салада жүресіңдер. Енді қазір ұлттық құрамада енді біздің ауызбіршілігіміз жақсы, бәріміз біріміз жақсы араласамыз, бауырымыз, доспыз. Өйткені бұл жерде қазір енді көбінесе командалық орынға қарайтын болған. Қазір мынау кім бірінші орын алады екен деп бәрінде халықта бокс жанкүйерлерінде бір қызықты бір уақыттар бар. Сол моменттарда енді бірімізге жанкүйер болғандықтан, бірімізге бауырмашылық артығаннан кейін, бәріміз чемпион болғанын қалағаннан кейін бауырмашылығымыз артып барады. Сонымен өйткені мен рингте шығып жатқан кезде маған Махмұд айқайлап жатса, басқа бауырлар айқайлап жатса, уже қуанып қаласың іштей. Сондықтан біздің ұлттық құрамада ауызбіршілік жақсы, ал шетелдік құрамаларда енді Өзбекстанда достарымыз бар, Абдумалик Халықов бар, жақсы араласамыз көп. Бразилияда бар, Инстаграмда бірімізде сөйлесіп тұрамыз, жазып тұрамыз. Мен сұрайын деген, бұған дейін қазақстандық өзіміздің Мырзағали айтшаңыз, бапкер, сонда Өзбекстан құрамасының бапкермен өте жақсы араласып. Сіз бапкердің кіммен жақсы араласасыздар, кіммен доссыздар, пікір алмасып, бұлай тәжірибе алмасып? Енді тәжірибе жайлы айтатын болсақ, жалпы мен өзім жаттықтырушы болып, өте ерте жұмыс бастадым. Ұлттық құрамаға
жас маман болып келдім. Өзім 4 бас бапкер ауыстырыппын да, қастарында жүріп, солардан тәлім тәрбие алып. Кенжебаев Ғалымбек Қалиевич ағамыздың қасында бастағам, ұлттық құрамаға ересектердің арасында кіріп, жас жаттықтырушы болып. Одан кейін Қайрат Тұрсынханұлы Сатчанов ағамыздың қасында жүрдік. Одан кейін Мырзағали Құланұлы Айтжановпен жұмыс істестік. Олимпиадаға осы Парижге бардық. Сол Парижден кейін қайтадан Қайрат Тұрсынханович Сатчановпен бірге Ливерпульға барып, Айбек әлем чемпионы атанды. Сол қазір осы таңда өзімнің ағам Насанов Нұржан Нишанұлымен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Осы Азия чемпионатына барып, командалық бірінші орын алып келдік. Соның бәрі мен үшін үлкен өмірлік тәжірибе, өмірлік сабақ. Ол кісілер нағыз мықты, өзінің ісінің шеберлері, нағыз мықты жігіттер, нағыз мықты еркек азаматтар. Олардан тек қана жұмыс емес, кәдімгідей өмірлік сабақ алуға болады. Өзбекстан елінің жаттықтырушыларымен өте жақсы араласамыз, доспыз. Қырғызстан елінің бір ағылшын тілін жақсы меңгермей жатырмыз. Әйтпесек, ағылшын тілін біліп алсақ, керек болып жатыр ғой енді. Испания тілін меңгеріп алсақ, кәдімгідей кубалық достарымызбен бәрімен жақсы араласайын деп тұрмыз. Америка құрама штаттарында ағайынды қазір бізбен бірге жұмыс істеп жатқан ағайынды Камачолар бар. Кристофер, Дарио, олармен өте күшті доспыз. Олар бізде физикалық тұрғыда жаттықтырушылар, біздің құрамада жігіттерге жақсы көмектесіп жатыр, жақсы еңбек етіп жатыр. Жалпы бәріне бізге ассаламағалейкум деген адамдардың бәріне уалейкум ассалам ғой. Мынандай бір сұрақ, бізде жанкүйерлердің біразы сауал жүргізгенбіз. Сұрайды, Айбек кейін кәсіпқой боксқа ауысып кетпей ма деген сұрақ. Әрине кәсіпқой бокстан қазір бізге де Нұрбек екеумізге егіз болғандықтан қызығу арттыруда. Енді бәрі жібереді, сұрайды. Англия мемлекеті, Америка, Германия деген мемлекеттерден бізге келді. Бірақ біздің мақсатымыз ол емес, кәсіпқой бокс емес. Біздің қазір мақсатымыз 2028 жылы Америкада өтетін Лос-Анджелес Олимпиада ойындары. Сондықтан ол Олимпиада ойындарынан кейін ойланатын нәрсе. Кәсіпқой бокс әлі ойымызда жоқ. Кәсіпқой боксқа барсақ та біз қасымызда ағайымызбен бірге өтетін боламыз. Сондықтан барша қазақ елін бұйырса сол Олимпиада ойындарын алтынмен қуантқымыз келеді. Енді қазір құрама капитаны ретінде жастарға өзің айтарың бар ма? Әрине енді қазір жастар өсіп жатыр. Барлықтарына айтамын, еңбек ету керек. Ұлттық құрамаға біз қарсы аламыз. Ұлттық құрамада өзіміздің білетін нәрселерімізді үйретеміз. Бұйырса біздің артымыздан еретін жас боксшыларға бізден де мықты болсын, біздің істеген нәрсені екі есе қылып істесін деген ниеттеміз. Команда капитаны болу оңай емес, өйткені балдар үшін, жігіттер үшін уайымдайсың, бірінші өзің үшін, одан кейін жігіттер үшін. Өйткені командалық есеп бар, командалық орын бар, командада ауызбіршілікті бәрін қарайсың. Сондықтан басқа жастарға бұйырса ұлттық құрамаға келіңіздер, бірге қазақ елінің, Қазақстанның көк туын желбіретейік. Және де осы сәтті пайдаланып, біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы президентімізге алғысын білдіремін. Өйткені бізді әрбір жарыстан кейін бізді қолдауын білдіріп, Ақордаға шақырып, өзінің ізгі ықыласын айтады, ізгі лебізін айтады. Және де спорт министрі Ербол ағамыз бар, және де федерация президенті Шахмұрат ағамызға бізге қолынан келген бәрін істеп, бізге ешқандай қиналмай жарысқа тыңғылықты, жақсы дайындалуға, жақсы формада баруына бар ісін атқаруда. Сондықтан спорт министріне, федерация президентіне алғысымызды білдіреміз. Бұйырса сол кісілердің үміттерін ақтап, қазақ елінің үмітін ақтап, бокс жанкүйерлерінің үмітін ақтап, елімізді алтын медальмен тек қана бірінші орынмен қуантуымызға барымыз саламыз.
Дұрыс. Мен де осыны пайдаланып, боксын тіреп тұрады, әрқашан демеп тұрады, жанашыр ағаларымыз Маржықпаев Берік Боранбайыч және де Абдрахманов Болат Укубайыч ағаларым жігіттерді жастар арасында Азия чемпионатына бара жатқан кезде апарып, сол кісілерден бата алып, қолдап көмектесіп жүреді ғой. Әрине. Ол өте маңызды. Сол кісілерге мында бір алғыс. Біздің Астана қаласының да спорт басқармасы Василий Алексеевич Левитке рахметімді айтамын. Және де біздің Астаналық бокс федерациясының президенті Алмат ағамызға рахметімді айтамын. Және де барлық осы Айбек, Нұрбек екеуі нәтижеге, жоғары нәтижеге қол жеткізуге көмектесіп жатқан. Ол тек қана басшылықтарды ғана емес, жағымпаз деп санап қалмаңыздар. Біз барша бізге көмектесіп жатқан осы журналист адамдар, массажист, врач, кім қандай көмек берді, соның бәріне үлкен рахмет. Отбасыларыңызға сізді жақсы көретін адамдардың денсаулықтары мықты болсын, бақ береке берсін. Бізде де сол сияқты Нұрбек екеумізге енді бокстан бөлек өзін ағалық ақылын айтып, өз қолдауын білдіретін жарыс кезінде бізді уайымдап, бізге қатты жанкүйер, бізді қатты уайымдайды. Сондықтан Мейірбек ағама, Миша ағама үлкен алғысын білдіремін. Рахмет. Қымбатты көрермендер, біз осы бағдарлама барысында ескерте кетейік. Осы біздің бағдарламаны көріп, пікірлеріңіз жазыңыздар, ойларыңызды айтыңыздар, сұрақтар қойыңыздар. Ең мықты пікір жазған, жақсы сұрақ қойған көрерменімізге біз Айбектің атынан бір жақсы сыйлығымыз бар. Бокс қолбағы бола ма, әлде спорт жейдесі бола ма, яғни қолтаңбасы қойылған ең бір жақсы осындай пікір жазған азаматқа беретін боламыз. Алдағы уақытта оны Айбектің өзі таңдайтын, бапкермен бірігіп, мысалы, таңдайтын болады. Енді міне, Асқар, Айбек, уақыттарыңды бөліп, түсінем, қазір енді демалу да керек, басқа кездесулерге де бару керек, бірақ уақыт тауып келіп, біздің мынау инспорт бағдарламасының көрермендерін қуантып, жалпы өздерің осындай шын ойларыңды айтып, қазақ көрермендерімен бөліскендеріңе үлкен рахмет. Алдағы уақытта тек жақсылық болсын, жеңіс болсын, отбасыларыңа береке, бірлік, тек қана ақ жол тілейміз. Міне қымбатты көрермендер, міне инспорт бағдарламасы осымен тамам. Жеңісті күндеріміз көп болсын, өмірде болсын, спортта болсын, тек жеңіс болсын.